Саламатсыздар, менің аты жөнім Керімбаев Сауыржан Артайұлы. Менің бүгінгі сіздерге ұсынып отқан бизнес жоспарым бұл мал шаруашылығын дамыту. Шопан ата ұлттық мал шаруашылығы қауымдастығының статистикасы бойынша мына біздің Қазақстанға келіп жатқан ет өнімдерінің 70-75% бұл Беларусия мен Ресейдің экоотход еттері, яғни кәрі малдарды бізге сойып, соны сатып жатыр арзан бағада. Ол қатқан күйде келеді, оны біздің саудагерлер жаңағыдай ертіп, еттің сапасы өте қатты түсіп кетеді. Және мына біздің мектеп, балабақша, ауруханаларымыз, бүкіл мемлекеттік және квази мемлекеттік органдардың барлығы осы жаңағы Беларусь пенен Ресейдің экоотход еттерін алып тұтынуда. Міне сол мәселені шешу барысында осы өзімнің істеп жатқан кәсібімді ары қарай дамытуға сіздерден осы мал шаруашылығын дамыту бойынша жоспарымды ұсынып отырмын. Қолдаңыздар, өзіміздің отандық өнімді пайдаланайық және ауыл жастарын осылай мал шаруашылығы бойынша баулып, дамытып, ары қарай қолдап жетейік. Ал комиссия мүшелері, рахмет сіздерге.